Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қазақ халқының басынан кешкен қайғы қасіреті, қиындықтары өте көп. Соның мысал ретінде біздің ауылда өмір сүрген қария кісі болған Андабаев Уәли деген. Сол қариямыздың басынан кешкен оқиғасын сіздерге мысал ретінде келтіремін. Ол адамның басынан кешкен оқиғасы Сағадат Сәлімбаев деген жазушының Дара тұлға Дәркембай деген 1999 жылы шыққан кітабында көрсетілген. Уәли атамыз жастайынан еңбекқор болғаннан кейін колхоздың жұмысына кірісіп кеткен ғой. Соғыстың алдында болған жылдары, 30-шы жылдар мекен. Жаңағы астық бидай егіп, колхоздың 300 гектар жеріне бидай еккен кезде бір 20 қаптай бидай артылып қалған ғой. Соны басқармаға айтқан Уәли: мына бидайды өкіметке қайтарып берейік, не болмаса бос жатқан жерді жыртып, сол жерге егіп тастайық деп. Басқарма оған келіспей, біз бұл артылған бидай үшін таяқ жейміз деп, қалған бидайды бір қабын Уәлиге беріп, қалған бидайын колхоздың жұмыскерлеріне бөліп берген екен. Бірақ сол кездің доносчик стукачтары НКВД қызметкерлеріне жеткізіп, сол күні түнде Уәлиді 2 мылтық асынып берген орыс НКВД қызметкерлері үйінен алып қамауға алады. Тергеуге апарған Уәлиді тергеуші сұрақтар қояды: жаңағы, неге сен бидайда үйіңе алып кетесің, неге бидай артылып қалады, әтейі аз мөлшерде еккенсіңдер ғой бидайды деп. Содан Уәлидің жауап береді: жаңағы, біз бидайды алған кезде таразымен өлшеп алғанбыз, егетін кезде біздің колхозымызда таразы жоқ, біз мөлшерлеп шелекке салып ектік. Содан кейін 20 қаптай бидай артылып қалды 300 гектар жерден деп түсіндіреді. Бұл бидайды біз өкіметке қайтармақшы болғанбыз деп айтқанына көнбеген тергеушілер Уәлиді бас бостандығынан айырып, абақтыға қамайды. Уәлиге 3 жылды арқалатып, Қарағанды қаласына алады да кетеді. Апарып шахтадағы ауыр жұмысқа салады. Тәртіп бұзбай жұмысты тыңғылықты істеген Уәлиге өкімет кеңшілік жасап 7 айдың әр күнін 3 күнге есептеп, оны абақтыдан босатып жібереді. Ауылына қайта оралған Уәлиді сотталған деген желеумен жауапты жұмысқа жолатпайды. Комсомол қатарына қайта өтейін деп өтініш жазған Уәлиді комсомол қатарына қабылдамай қояды ғой. Содан Уәли Кеген ауданындағы 36 деген совхозға барып, қара жұмыс істеп, сол жерге қара жұмысқа орналасады. Кейін 2-ші дүниежүзілік соғыс басталады. Уәлиді соғыс майданына алып кетеді. Содан Сталинградтағы шайқасқа қатысады Уәли. Кейіннен Волга өзенінің маңайында Уәли тұтқынға түседі немістерге. Содан бұларды 10 адамнан қатар тұрғызып қойып, батысқа қарай жаяу айдайды. Айдаушылар ат үстінде автоматтарын кезеніп, колоннаның бас аяғына шапқылап жүрді. Кубаньның жеріне жеткен тұста колоннаның арт жағына ала қатар жүріп келе жатқан қырғыз жігіті Тоқтағұлға сыбырлай сөйлеген Уәли: «Ілессең жүр, қашайық» дейді. Тоқтағұл келісімін беріп, Уәли мен Тоқтағұл бір қурайлардың арасына қарай қашып, немістерден құтылады. Қурайдың арасына қашқан Уәли мен Тоқтағұлға немістер автоматтан оқ жаудырады, бірақ бұл екеуі шұңқырдың ішіне түсіп кетеді да, аман қалып сол маңдағы бір ауылға барып
ауыл тұрғындарына жаңағы көмек көрсетеді. Ол ауыл тұрғындары қалмақтар екен. Ерлер әскерге кетіп қалғаннан кейін ауылда кілең бала-шаға кемпір шалдар ғана қалған екен. Солардың тұрмысына көмектесіп, кейін немістерге тағы да ұсталып қалады ғой екеуі. Ұсталғанда да немістерге сатылып кеткен бір орыс жігіті қуып жетіп, тоқтатып, бұлардан жөн сұрап, тайғақтатып берген жауаптарынан секем алған ол: құжаттарың бар ма деп. Ешқандай құжаттарың жоқ екенін біліп, қашып жүрген тұтқындардың екеуі: мүмкін сендер боларсыңдар деп, кәне барып тексеріп көрейік деп немістерге алып келеді ғой. Там үйдің төріндегі үстел басында отырған еңгезердей шикіл сары неміс офицерінің алдына уәлиді алып келеді. Офицердің қасында орыс тілмәші. Тілмәш арқылы орысшалап уәлидің аты жөнін сұрап алған ол. «Ұлтың кім?» деді. «Мен Мұхаммедпін» деді уәли. «Иә, Мұхаммед» дейді неміс. «Тікелей Мұхаммедтің ұрпағы» деп ойлады, білем. «Қай жерденсің?» «Алматыдан» дейді уәли. Тілмәш орыс бәрін неміс тіліне аударып айтып отыр. «Әскер қатарына қашан алындың?» «Соғыста болғаным жоқ» деп жан сауғалаған уәли өтірік айтуға көшті. «Егер әскерге алынбасаң, сонау Алматыда тұрып, мұнда неғып жүрсің?» деп зірк ете қалды шикіл сары офицер. «Сотталған едім» дейді. «Қашан ұсталып едің?» «1938 жылы». «Не үшін?» «Бала-шағам аш қалған соң бидай ұрлап». «Қанша жыл берді?» «10 жыл». Тілмәш уәлидің әр жауабын қалт жібермей неміс тіліне аударып отыр. Тергеп отырған неміс офицері басын шайқап: «Қай абақтыға жапты?» дейді. «Ростовтағы абақтыда жаттым» дейді уәли. Олай деуі Ростов қаласын немістер басып алғанына 2 жылдай уақыт болғанын біледі. Соған ыңғайлап жауап бергені: «Сені қашан босатып жіберді?» «Неміс әскері келіп босатты». «Ол абақтыдан жалғыз шықтың ба?» дейді. «Неге жалғыз? Бәріміз». «Қасыңдағы жолдасың қайдан жүр?» «Абақтыда бірге болғанбыз. Одан шыққан соң да бірге жүрміз» деп айтып қалған уәли сасайын деді. Өйткені Тоқтағұл мен немістер тергей қалса, не деп жауап беру керегін өзара келісіп алмаған еді. «Мұнда алып келіңдер оны» деп неміс офицері есік алдында қақшиып тұрған солдатқа пәрмен береді. Соққы жеп басы көзі көгерген, оны да желкесінен түйгіштеп шикіл сары офицердің алдына алып келеді. «Ұсталған жерім осы болар» деген уәли жапақтап офицер мен Тоқтағұлға кезек қарайды. Онысын Тоқтағұл да түсіне қойған болар. «Кімсің өзі?» деді зірк ете қалған офицер. Тоқтағұлда үн жоқ. «Ұлтың кім? Неге үндемейсің?» деп одан әр зіркілдей жөнелді. Тоқтағұл болса: «Не деп тұрсыңдар?» дегендей тіл қатпаған қалпы немістерге жалтақтай қарап, содан жанарын уәлиге аударды. «Мынау неге үндемейді? Әлде мылқау ма?» деп офицер уәлиге бетін бұрды. Тілмәш болса айтылған сөздің ырғағына дейін келтіріп екі жаққа кезек аударады. «Ол орысша білмейді» деді уәли Тоқтағұлға бетін бұрып. Ойлары бір жерден шыққандарына екеуі де іштей түссе қойды. «Онда сен тілмәш бол» деді одырая қараған офицер уәлиге бұйыра сөйлеп. Сонымен Тоқтағұлдың айтқанын орысшалап офицердің қасында отырған орысқа уәли айтса, ол неміс тіліне аударып офицерге жеткізеді. Қырғыз жігіті не айтса да уәли өзінің әлгіндегі берген жауабына келтіріп отырды. Басын тағы шайқап алған неміс офицері бұларды босатып жіберуге бұйрық береді. Не айтса да басын шұлғып айтқан не кетпей, есік алдында тұрған солдат шетке шегініп, жол көрсетіп сыртқа шығарып жіберді. Көрдіңіздер ме? Неміс офицері біздің уәли атамызбен бауыры Тоқтағұл, қырғыз бауыры Тоқтағұлды босатып жібереді, сөздеріне сеніп. 1943 жылы немістер Совет армиясынан тойтарыс алып, әу баста шыққан апандарына қарай шегініп барады. Тұтқыннан босаған уәлилерге немістердің қалың ортасынан шығудың өзі қиын болды. Кездесе кеткендері қоқиланып, бұлардың құжаттарын тексеріп әлекке салады. Кейбірі қайта тұтқынға алмақта болады. Болмаған соң бас сауғалаған екеуі бір орыс әйелінің үйін паналайды. Бұлар тұтқыннан босап келе жатқандарын жасырмайды.
Неміс әскерлерін қуып келген совет жауынгерлері уәлилердің жасырынып жатқан ауылын да жаудан азат етеді. Ертесінде үй иесі барып, совет солдаттары немістерден жасырынып үйінде жатқанын айтқан еді. Автоматтарын асынған екі жауынгер жетіп келеді де, жөн-жосығын сұрамай: «Оңбағандар, сатқындар, біз қан кешіп жүргенде бұлардың бас сауғалап бұғып жатқандарын қара», деп Уәли мен Тоқтағұл тепкінің астына кезек алып, штабқа қарай айдайды да кетеді. Кейін тергеуге алынған Уәли мен Тоқтағұлды қолдарына қару беріп, соғысқа алдыңғы шептегі майданға жібереді. Содан Румыниядан асып, Венгриядан бірақ шығады екеуі. Кейін одақтас Америка армиясы бұларға жаңағы совет жауынгерлеріне болысып, неміс жауынгерлеріне қарсы шығады. Жеңіс күнін Уәли Австрия жерінде қарсы алады. Жеңіске жеткеннен кейін Уәли ауылға қайтам деп қуанып жүрген кезде немістердің қолына түсіп шыққандарға тергеу қайта басталады. Тергеудің нәтижесінде Алматының Ахмет деген жігіті мен Шымкент қаласының тұрғыны Елубаймен қоса Уәлиге де Власовшылар деген айдар тағылып, тағы тұтқынға алынады. Содан бұларды пойызға отырғызып, Молотов облысындағы Козловский деген шахтаға алып келеді де жұмысқа салады. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына совет өкіметінің өте қампезер саясаты. Ары қарай тыңдасаңыздар, бұл Уәли атамыздың басынан кешпегені жоқ. Бір ай бойы шахтада жұмыс істеген әлгі үшеуін шақырып алған шахтаның бастығы: «Сендер Власовшылар емес екенсіңдер», деп мұқият тексеріліпті, өткен жолғы тексерісте әбестік кетіп қалыпты деп босатады. Жастары келіп қалған Ахмет пен Елубай ауылдарына қайтып кетеді. Уәли сол шахтада кішкене пұл жинайын деп, сол шахтада жұмыс істеп қалады. Біраз ақшалы болған Уәли жұмысынан босанбақ болып арыз жазып, бастығына бармай ма: «Күш-қуатың қайтпаған жас жігітсің деп, сендей жұмыскерлер бізге керек», деп бастығы бұны жіберер емес. Кейін Уәли шахтаның мөрі басылған қағазды қолына түсіріп, мөрдің орнын дымқылдап қағазға басып, оны шамалап тағы дымқылдайды да қайтадан таза параққа басады. Жалған болса да мөр түскен таза параққа өзіне анықтама құжат жазып алады. Содан пойызға билет алып, ауылына қайтпақшы болған кезде тағы да НКВД қызметкерлеріне түсіп қалып, сол жерде тұтқынға алынады. Шахтада істеп Уәли 4.000-ға жуық ақша жинастырған еді. Сол ақшасымен қоса бала-шағаларына деп алған киім-кешектерін де түгел сыпырып алып, өзін апарып абақтыға қамап тастайды. Апта бойы тергеусіз жатып қалған Уәлиді түс ауа шақырып алған аға лейтенант: «Міне ақшаларың, міне заттарың», деп оның дүниелерін қайыра беріп, «Ана келген пойызға отырғызып жіберіңдер», деп қасына тұрған сержантқа бұйрық береді. Қамаудан босанғанына мәз болған Уәли аға лейтенантқа алғыстарын жаудырып, сержантқа ілеседі. Аға лейтенант болса езуінен күліп, жирен мұртын жыбырлатып қала береді. Сержант Уәлиді ертіп келіп отырғызған вагонның есік-терезелері жон темірмен торланып, екі жаққа қарай жылжып ашылатын есігінің алдында мылтық асынған екі жауынгер тұр. Сөйтсе вагонның іші толы Власовшылар екен. Аш қасқырдай жалаңдаған олар қойсын ба, Уәлиді ақшасымен қоса үстіндегі киімдерін сыпырып алып, басына телпек, аяғына шоқай, үстіне тозығы жеткен шапан кигізіп тастайды. 200 сомын ғана киімін шешіндіріп жатқан шықырына тығып алып қалады. Содан қайра Молотов облысына келіп, бір станцияға тоқтаған пойыздан 10 шақты Власовшыларды түсіріп алып қалады. Олардың ішінде Уәли бар, қалғандары одан әрі кете барды. Оларды қайта әкетіп бара жатқан жан баласы білмеді. Молотов қаласының абақтысына алып келген бұларды іш киімдеріне дейін шешіндіріп, әр киімді мұқият тінтіп шықты да қайыра берді. Киімін шешіп жатқанда Уәли әлгі 200 сомын қолтығының астына тығып, жасырып алып қалғанды. Қайта киінгенде қасындағы екі орыс жігіті Уәлидің ақшасы барын біліп қойып, оны тартып алмақ болып күңкілдеседі.
Ойларын түсіне қойған уәли қастарында жүрген милиционерді шақырып алып, менің ақшам бар еді, мінеки алыңыз деп қолына ұстатады. Ақшаны алған милиционер 200 сом ақша алдым деген квитанция жаздыртып әкеп уәлидің қолына береді. Анасын ұрайын, хитрый азиат деп әлгі екі орыстың жігіті уәлиді боқтап жүр. Бидай ішінде жүрген арпадай қара көзден жалғыз өзі болғандықтан уәли не де қойсын ол екеуіне. Ішінен тынып үндемеді. Содан бәрін айдап әкеліп абақтыға жапты. Абақтың ішіндегі тәртіп өзінше. Кімнің айласы мен қара күші басым болса, сол төңірегіндегілерге өктемдік жүргізеді емес пе? Мұнда да еңгезердей бір орыс жігіт бар екен. Қалғандары соның алдында құрдай жорғалап, айтқанын екі етпей орындап жатқаны. Бір күні есіктен кіріп келген қадағалаушы, кімнің ақша өткізген квитанциясы бар деді. Менің деп уәли алға озды. Уәлиді ертіп алған қадағалаушы оны абақтының ауласындағы дүкенге ілестіріп барып, бір бөлке қара нанды ақшасының есебінен сатып алып береді. Алған нанын тоя жеп жатағына келген уәлиді қабағын түйіп қарсы алған әлгі дәу. Маған неге нан мен темекі алып келмедің деп тепкінің астына алсынай кеп. Келесі жолы міндетті түрде алып келейін деп жалынған уәли тепкіден әзер құтылады. Араша түсер ешкім жоқ. Көргендері көрмеген болып теріс айналып кетеді. Келесі жолы барғанда әлгі дәуге бір бөлке нан мен бір буда темекі әкеліп береді ғой. Содан қамаудағыларға ертелі-кеш берілетін қалақай сорпасын құйып тарататын әлгі дәу уәлиге қоюынан құйып беріп тұратын болды. Бұрынғыдай сылдыр су емес, оған да кәдімгідей қарын тоятынын уәли сонда білді. Шахтадан қашқандарды әскери адамдар тергейтін кез. Молотов қаласына келген соң уәлиді қайта тергеуге алды. Сот болды. Сот шешімі бойынша шахтадан қашқан үшін 5 жыл, жалған құжат жасаған үшін 1 жыл қосып берді. 6 жылды арқалаған уәли енді Оралдағы қағаз зауытына апарып жұмысқа салады. Содан қойшы арқалаған 6 жылының 1 жыл 2 айда өте шығады. Бір күні шақырып алған бір топ қамаудағыларға абақтының бастығы: "Енді сендер боссыңдар" дегенде, "Біз қалай боспыз" деген олар бір кісідей абақтының бастығына аңтарыла қарайды. "Сендер амнистияға іліндіңдер" дейді. "Енді өз еріктеріңмен мына қасымыздағы Сталин колхозына барып көмектесіп жіберіңдер. Жиын терін аяқталған соң тапқан табыстарың мен құжаттарыңды алып ауылдарыңа қайтасыңдар" дейді. "Мақұл, құп болады, әрине көмектесеміз" деп жамырасқан олар абақтыдан босағандарына мәз. Жиын терін аяқталған соң колхозбен есеп айырысып біраз ақшалы болған уәли үйіне оны-мұны алып, үстіндегі киімдерін жаңалап, адам түріне келеді де, "Ауыл қайдасың" деп тартып отырады. Көп қиындықтарды басынан өткеріп ауылына оралған уәли еңбек майданына қызу кірісіп те кетеді. Еңбек сүйгіштігінің арқасында тұрмыс жағдайы жақсарып, отау құрады. Өсіп өнген ұл қыздарын оқытып, елінің білікті азаматтар қатарына қосады. Осы күндері немерелі шөберелі болған уәли қарияны ақшияулы болып ардақ тұтып сияпаттарын көрсетіп жатқандары. Енді бұл кітап 99 жыл жазылған. Сол жылдары уәли ақсақал менің есімде, аттан түспейтін о кісі. Әрқашанда аттың үстінде сол ат арбасымен шөбін дайындап, күндерінің соңына дейін аттың үстінен түспей өтті. Осындай қиыншылық көрген аталарымыз болған кезінде, Совет өкіметінен көп зардап шеккен. Осындай тарихи кітаптарда есімдері қалды. Соның бәрін біз келер ұрпақ, жастар ұмытпауымыз керек деп ойлаймын.